сәлеметсіңдер ме балалар? 46-шы сабақ. Балалар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақта санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Бірінші есепте астында 4 бірдей жолақ дайында дейді. Жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөл. Бөлшектерді өсу ретімен жаз дейді. Өсу ретімен жазатын болсақ, 2-ден 1, 3-ден 1, 4-ден 1, 6-дан 1. Әсінде бөлік саны көп болған сайын, әр бөлік соншаға аз болады. Санның бөлігін табу үшін осы санды берілген бөлік санына бөлу қажет. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Есептерді шығар. Асы саябаққа 9 ағаш көшет отырғызылды. Бұл барлық көшеттердің 3-тен 1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет дейді. Отырғызылғаны 9 ағаш. 3-тен 1 бөлігі. Барлығы белгісіз. Шешуі 9 пен 3-дің көбейтіндісі 27 көшет. Барлығы 27 көшет. Әсі саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3-тен 1 бөлігі терек. Қанша терек отырғызылды? Отырғызылған барлық көшет саны 27. Терек белгісіз 3-тен 1 бөлігі. 27-ның 3-тен 1 бөлігі. Ендеше 27 мен 3-ті бөліп, оны бірге көбейтеміз. 9 терек. Жауабы 9 терек отырғызылды. Нөмір 3-ші есеп. 20-ның 4-тен 1 бөлігі 5-ке тең. Яғни 20 бөлу 4 көбейту 1 тең 5. 18-дің 2-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Яғни 18-ді 2-ге бөлсек 9. 9-ды 1-ге көбейтсек 9. 6 бұл санның 3-тен 1 бөлігі. 6 18 санының 3-тен 1 бөлігі. 7 бұл санның ширегі. 7 бұл 28 санның ширегі. 9 бұл 18 санның жартысы. 5 бұл 15 санның 3-тен 1 бөлігі. 27-ның 3-тен 1 бөлігі 9. Яғни 27 бөлу 3 көбейту 1 тең болады 9. 36-ның 4-тен 1 бөлігі 9. 36 мен 4-тің бөліндісі көбейту 1-ге 1 тең болады 9. 4-ші есеп. 45-ның 5-тен 1 бөлігі. Яғни бұл есептің жауабын табу үшін жаңағыда кешегі сабақтарда өткендей 45-ті бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. Сонда 9 шығады. 48-дің 6-тан 1 бөлігі. 48 пен 6-ны бөлеміз, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 8 шығады. 10 сантиметр бұл белгісіз санның жартысы. Қандай санның жартысы? Яғни 20 санның жартысы болып есептеледі. 3 сантиметр бұл 12 санның ширегі. 3-ші есеп. 5-ші есеп. Астында кітапханада 54 кітап жөндеуді қажет етеді. Кітаптардың 6-тан 1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді? Жөндеу керек барлығы 54. Жөнделгені белгісіз. 6-тан 1 бөлігі жөнделген. Ендеше біз 54-ті 6-ға бөліп, 1-ге көбейту арқылы табамыз. Жауабы 9 кітап жөнделді. Әсінде сенбілікке 20 оқушы келді. Олардың жартысы 3-ші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушысы келді дейді. Келгені 20 оқушы, 3-ші сынып оқушылары белгісіз. Яғни 2-ден 1 бөлігі. 20 оқушының 2-ден 1 бөлігі. 20-ны 2-ге бөліп, 1-ге көбейтеміз. Сонда 10 оқушы 3-ші сынып оқушысы екен. Б-сында жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Ендеше неше көшет отырғызу қажет?
Отырғызылды 8 ағаш, 4-тен 1 бөлігі. Біз бұл жерде барлығы бізде белгісіз. Отырғызу қажет, көшеттердің де саны белгісіз. Ендеше біз 8 пен 4-ті көбейтіп, оны 1-ге бөлеміз. 32 көшет шықты. 32-дан 8-ді аламыз. 24 көшет шықты. Ендеше 24 көшет отырғызылу қажет керек екен. Басында сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 3-тен 1 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар? Шұғылданады 9 бала, ол 3-тен 1 бөлігі. Барлығы белгісіз. Шешуі 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27. Сыныпта сонда бізде 27 оқушы бар екен. 6. Ұзындығы мынандай кесінділерсіз. 1 дециметрдің жартысында дейді. 1 дециметріміз 10 сантиметрге тең. 10 сантиметрді 2-ге бөлеміз. Оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 5 сантиметр шығады. Біз 5 сантиметрлік кесінді сызамыз. Әсін 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі дейді. Біздің 1 дециметріміз 10 сантиметр. 10 сантиметрді 5-ге бөлеп, 1-ге көбейтеміз. 2 сантиметр кесінді болады екен. 7. Ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігінің массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қанша болады дейді. Бізде А, Ә, Б нұсқалары берілген. Ірімшіктің 4-тен 1 бөлігі 2 килограмм. Бір ірімшіктің массасы белгісіз. Ендеше 4 пен 2-ның көбейтіндісі 8 килограмм. Бір ірімшіктің массасы 8 килограммға тең екен. Әсінде бір ірімшіктің 8-ден 1 бөлігі 1 килограмм. Бір ірімшіктің массасы белгісіз. 8 пен 1-дің көбейтіндісі 8 килограмм. Бұнда да бір ірімшіктің массасы 8 килограммға тең. Басында ірімшіктің 3-тен 1 бөлігі 3 килограмм. Бір ірімшіктің массасы белгісіз. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9 килограмм. Бір ірімшіктің массасы 9 килограммға тең екен. Ірімшіктің 5-тен 1 бөлігі 3 килограмм дейді. Бір ірімшіктің массасы белгісіз килограмм дейді. Ұқсас есеп, яғни осыған 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15, 15-ті 1-ге бөлеміз 15. Бір ірімшіктің массасы 15 килограммға тең екен. Бұл ірімшік туралы ұқсас есеп құрастырдық жаңа ең соңында. 8-ші есеп теңдеулер берілген. 1000 азайту x тең 35 қосу 6 көбейту 8 дейді. Біз бұл күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Ендеше біз 6 мен 8-ді көбейтіп, оған 35-ті қоссақ 83 шығады. 1000 азайту x тең 83 бұл қарапайым теңдеу. Қарапайым теңдеуді шығару оңайырақ. X тең 1000 азайту 83, X тең 917. 1000 азайту 917 тең 35 қосу 6 мен 8-дің көбейтіндісі 83 те 83. 81 бөлу Y тең 63 пен 7-ның бөліндісі. Тағы да біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін 63 пен 7-ні бөлеміз 9, яғни 81 бөлу Y тең 9. Біздің теңдеуіміз қарапайым жай теңдеуге айналды. Ендеше Y тең 81 мен 9-ның бөліндісі 9. 81 бөлу 9 тең 9, 63 пен 7-ның бөліндісі 9. Есебіміз дұрыс екен. Келесі есеп X көбейту 8 тең 1000 тең жақша ішінде 4 пен 9-ның көбейтіндісі. Ендеше балалар жақша ішіндегі сандарды көбейтіп алып, оның 100-ден азайтамыз. Яғни 100-ден 36-ны азайтсақ 64 шығады. 64 пен 8-ді бөлсек 8 шығады. Сонда 8 пен 8-дің көбейтіндісі 64, ал 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36, оны 100-ден азайтсақ 64 шығады екен.
9 есеп. Біздің үйде Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім. Олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Бүгін Меруерт пен Лаураны көрдім. Олардың біреуінің жасы 10-да, екіншісі 9-да. Кім қанша жаста дейді. Бұл балалар логикалық есептер. Меруерт 9 жаста, Гүлжан 8 жаста, Лаура 10 жаста екен балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.